кезекпен келетін мінезі сол аңдарда көрсетілген. Сондықтан мысалы үшін мінекей келіп қалды, мешін дейтін жылымыз келе жатыр. Мешін жылдың қандай кемшілігі бар? Зоопаркте мешінді қарадыңдар ма? Шемішкелеріңді сұрайды, сақылдатып сағат. Егер сендерге ренжісе, бұрылып жіберіп, жалтыраған артын көрсетеді. Сондықтан да мешін жылда біздің халқымыз өте сақ болуды айтып кеткен. Бұл жыл сондай аумалы төкпелі. Оны көріп отырсыздар. Күні кеше дос болып жатқан Түркия мен Россия, Украина мен Орыстар, анау Сирия, тағы басқаларда адамдар мен елдің басшыларының арасында бүгінгі сөзін ертең бұзып кететін мешін мінез сөйлеп келе жатыр. Бір, екінші, биылғы мешін жылының түсі, киесі қызыл түс дейміз. Бұл шығып келе жатқан күн, от, жалын. Сондықтан қауіп қатер болатын жыл. Әрине, бәріміздің де тілегіміз бір, тыныштық болса екен дейміз. Бізді айналып жүрген желдер, соғыстар, ұрыстар бізге елде де, бірақ біздің еліміздің дарқандығы сондай, кейде қасты да басымызға шығарып алатын уақыттарымыз бар. Дегенмен, бір жақсысы осы жыл жұп қой. 2 жыл. Біреуі ұрғашы, біреуі ер. Мынау ер жыл болғанмен, екі жағында ұрғашы 2 жыл бар, жалпы жақсы өтіп кетуі мүмкін дейтін болжам жасауға болады. Осы жаңағы 5 қонаққа байланысты жасалатын болжам, жылдың түсіне, иесіне, киесіне байланысты жасалатын болжам, ол еш уақытта қырын кетпеген. Бұны жақсырақ қарауларыңызға болады. Енді мына таңба дейтін әңгіме болғаннан кейін, бұл менің бір хобби дейтінді мен ауру деп аударып жүрмін. Сондай аурум, осы таңба дейтін нәрсе, 70-ші жылдардан бастап араласып келе жатырмын. Бізде Маңғыстауда өте мықты нәрсе, бізде хатқа түскен таңба түркі тілді әдебиеттердің ішінде, біздің қолымызға тигеннің ішінде. Махмұд Қашқаридың Диғайнұл атты түркі шежіресі. Немесе түрік тілдерінің сөздігі деп аударып жүрміз. 3 томдық Егеубай Асқармен, Егеубайдың аудармасында шықты. Бірақ енді ішінде біраз нәрселер бар, келісе қоюға болмайтын. Ол кітапты орысша Мұхтар Мұрат Әуезовтың қызы Зиба ғой. Зиба парсы тілінен тікелей аударды, бірақ менің қолыма түскен жоқ. Сол Зибадан мен 41-42 бетін көшірмесін алдым. Махмұд Қашқаридың өзің жазған, араб әріптерімен жазған көшірмесін алдым. Соның ішінде 22 таңба бар. Негізі 24 болу керек. Бізде Оғыз заманын білесіздер ме? Электоратымыз кім? Тарихшылар ма? Қазақ әдебиеттерімен бастаушылық мұғалімдер. Енді ол тіл мен тарих дейтін бір-бірінен айыруға келмейтін нәрсе. Бірақ Оғыз дәуірі дейтін біздің эрамызға дейінгі 4-3 ғасырлардан басталады. Оғыз өркениетінің, елінің өркендеген дәуірі. Біздің мына тұрған жеріміз сол Оғыздардың егізілген екені. Бүгінгі көріп жүрген ескерткіштеріміз Оғыз дәуірінен қалады. Оғыздан кейін барып, Жайылхан мен Сейілхан, қазақ пен түркіні айырылды дейтін шежірелік әңгіме содан кейін бастады. Бұл біздің ортақ мұрамыз, бірақ соның ішінде бізге қатыстысы көп. Оғыздар қазіргі қай ұлт қазіргі? Оғыздар. Жоқ, түрікпендер емес. Түрікпендер кіреді ішіне. Біз де Оғызбыз. Себебі Оғыз Қыпшақ деген. Оның ішінде түрікпен дейтін сөз жоқ, мен сіздерге айтайын. Жалпы түрікпен дейтін әңгімені айтуға болмайтын әңгіме. Себебін айтайын. Сол кездегі карталарда, латын әріптерімен, грек латынның ескі әріптерімен жазылған. Түрік, мәнияқ деп жазылған. Бөліп. Түрік, мәнияқ деп жазылған. Мәнияқ ұлы деген сөз. Ман дейтін біздің кәдімгі қазақтың сөзі. Аламан, шабарман, тағы сол сияқты. Түрік, ұлдары деген сөз. Бірақ кезінде мынау кіші жүзді тек қана адай деп таныған кезде оны
қарақшы оны баскесер деп таныған кезде ана сөзге қол қойып, сол түркмендердің жері деген әңгіме ұлтталып кеткен. Болды түркмендер бұл жерде, бір шеті ғана болды. Болды адайлар Алтайда, бір шеті ғана болды, бір бөлігі. Болды адайлар Тұзтөбеде, Астраханда, бір ғана шеті болды. Айталық, Қосайлар, Тәзікейлер сол жақта болды. Соғыса барған адамдар жаулы Тарбағатайда жатыр дейтін әңгіме бар. Бәйімбеттің ар жағында 4 момалдан таралатын жаулы сол жақта қалды деген сөз бар. Себебі соғыс кезінде көмекке барған адамдар сол жақта қалды. Мен Беретте болдым, Жағалбайлы жігіт құрдасым, таныстым сол жерде. Оның әкесі де сол таудың бойында туған. Арғы аталары мына Совет үкіметінің қуғындаған кезінде көшіп барып ары қарай шекара жауып өткізбей тастаған кезде сол жерде орнатылды. Жылқышы күнде таңертең саумалын әкеліп беріп тұрды. Сондықтан біз жаңа бәлен жерде дейтінде тек сол жерде барып ұйысып отырып, содан кейін жоқ болып көшіп кетті дейтін әңгіме болмайды. Түркмендер арасында келді, мынау бос қалған кезде. Себебі бірде-бір үй жайлауға шықпайтын болса, оны жатақ деп есептеген біздің адамдар. Көшетін көлігі жоқ. Жатады сол жерде. Қалып қоятын ел деп есептеген. Ол өте сирек болған. Қалған балауықтардың біреуі алған. Кейінгі біреуінде молда, біреуінде оқылатын балдар işte. Көшпен олар еліп жүрмейді. Ағашында. Сондықтан жалпы мынау Маңғыстау түркменнің жері дейтін сөз өте қате сөз. Және соның арғы түбі Оғыз екендігін мойындағаннан кейін оғыздық мәдениет түркмендерде жоқ. Түркменстаннан келгендер бар ма? Жоқ. Түркмендер бола сала ма? Мына жердегі ескерткіштердің бәрі молалардағы ескерткіштер. Егер ол сол түркмен оғыз болатын болса, ол елінде барған жерінде моласын салу керек қой, ата бабасының ескерткішін қалай салып, солай қылып салып, өрнектеп салу керек қой. Неге олай? Неге олай? Себебі оларда мысалы бізде сенім бар. Ешбір жау келіп, менің әкемнің моласын қалқандай алмайды. Еш уақытта деген сенім. Сондықтан да жаңағы үйіне де білінбейді. Ағаш үйде өте керемет мүлкі бар. Сол ағаш үймен қыста да жазда да жүрді. Бірақ өлген қадірлі адамына сыңғырлатып мола салды. Себебі ол бақилық мекен, мәңгілік мекен деп аталатын болғандықтан. Ол жаңағы қолынан келмегендіктен емес, қолмен жүру керек, анда бару. Қайда малдың несі бар, сол жерге бару керек. Енді сол таңбалардың бірге кетіп қаламыз. Ең үлкені деп айтайық, жас үлкені 1059 жылы, 1057 жылы. Мен Махмұд Қашқари айтады, мен жазып бітірдім еңбегімді. Түркі тілінде. Иони лұғат түрікті. Сонда одан 1000 жыл бұрын жазған еңбекте 22 таңба түскен. 22 таңба Оғыз ханның алтыны болады. Алтынның аттарын қараңдар. Айхан, Күнхан, Таухан, Жұлдызхан, Көкхан. Сонда бүкіл адам баласының ең бірінші сенетін, ең бірінші табынатын, ең бірінші көмек сұрайтын аттары сол жерде жүр. Ол не деген сөз? Ол сол танымның уақытында біздің қазір айтып жүрген, мысалы 7-ші ғасырда болды, 6-ші ғасырда болды. Мына жерде кейбір біздің адамдар айтады, бұл ескерткіштердің барлығы 17-ші, 18-ші ғасырда болған, оның ар жағында бұл жерде ескерткіш болған жоқ. Оғыз ескерткіш. Біздің эрамызға дейін 3-ші ғасырда ашылып жатыр Қызылқала. Қай ғасырда? 10-ші ғасырда. Қызылқала 10-ші ғасырда. Бәйті қай ғасырда? Міне суреттері тұр. Біздің эрамызға дейінгі. Мына жерде суреттер тұр, аң бетінде қалыпты. Қазіргі таңбалар. Міне. Мынау бәйтідегі сурет, жылан бәйтідегі сурет. Мына жердегі туралы қазір айтып кетемін, себебі Адай өзінің жазған мұралар дейтін 2004 жылы бір шағын шығарған, бастақта шалалар бейінді, сонда бұл айтылған. Енді сол 6 баладан, әрқайсысынан 4 баладан тарих 24 қандық болады.
ел көп, әрқайсысын бөлек басқару керек. 24 ұлыс болады сол. Сол 24 ұлыстың 24-інде де таңба болады. Сол таңбаның 22-сін Махмуд Қашқари кітабында салып кеткен. Ол қазір біздің қолымызда бар. Ана кітаптың ішінде де бар. Екеуінің таңбасын әлде ұмытты, әлде түспей қалған көбейді. Сол 22 таңба Маңғыстауда түгел бар. Сонда біз тарихты қай кезден бастауымыз керек? Махмуд Қашқари 1000-шы жылдары жазған болса, ол таңбалар оған жеткен кезде жаңағы Оғыз ханның, оның 6 баласының, оның 24 немересінің мемлекеттері жойылып кеткен кезде қалды ғой. Біз ары қарай 1000 жылына, біздің эрамызға дейінгі 5000 жылына, тіпті одан бері кетуімізге болады. Неге деңіз? Тарихта анау мексикалық біздің ағайындарымыз, мен адайлар деп айтамын, бірақ олар не деп айтады деп өздері? Маялар дейді. Бізде енді әнетте мая дейтін бар, солардың қайталап қойған шығар деймін бар. Маялар 35 000 жыл бұрын Беринг бұғазы арқылы Орта Азиядан кетіп деген жазу бар. Орта Азиядан деген сөз біз ғой. Біз нағыз Орта Азияның сақыртасы. Тіпті былай деп қояйық, жер тартып қояйық. Алтай мен мынау Карпаттың арасы түгел иелікте болды. Содан барды деп жазады. Және сол маялардың сөз қорының 30% сіздер түсінесіздер. Осы жақында ғана Әділ дейтін азамат фамилиясын ұмытып қалдым, тағы да кітап шығарды маялар туралы. Оқыған жоқпын, тек естідім. Ол 2 жыл Мексикада бір жұмыста болып, елшіліктің ішінде жұмыста болып келген. Айтқанын түсінем дейді мен. Жаңағы қалада тұрған маялардың емес. Қазіргі испанша сөйлеп, басқаша сөйлеп кеткен. Анау ағаштың арасында жүрген 30%. Аба, баба, 1, 2, 3. Сандары да сол сияқты. Жазулары да сол сияқты. Жаңағы енді менің жаңағы кітап мақтанайын дейміз, просто қолдарға түссе қараңдар деп айтып қалғаным, сонда иә. Иә, толтектер, тағылыстылар. Олардың петроглифі, суретті бейне. Егер қарасаңдар, алдарының сақтандарында болу керек, қадай өзін жазғанлар. Біреу-екеу жатқан шар ішін қарабайды егер көлікті қарастырады. Соның ішінде майя иероглифтерінің өздерінің атауы бар, маялардың атауы. Деп тұрған суреттерін сұрашын. Сос деген. Ол қазақша не бар? Сос қой. Күн сол күйінде. Күн сол күйінде. Тағы да, енді сол жерде ол жердің ішінде, мысалы, мен түркілік мағынасы жоқ. Тағы иероглиф көрген жоқ. Бәрі сәйкес келеді. Сол кітапта ол қарасаңдар. Енді оны міне қазіргі заманда сол жерге барып келген адамдардың өзі олардың тілінде қалған түркілік сөздерді көріп келіп жатыр. Енді мына кімнің несіне бір қарап жіберейік. Көздерін жетіңкілейік. Мына суреттердің салу несіне қараңыздар. Басы төмен, аяғы жоғары. Біздің жандар не дейді? Аяқ аспаннан келмейді. Мына жерде аяқ аспаннан келмейді, тіке тұрған суреттер де бар. Мына жерде тек қана бір фрагмент алынған. Жаңағы менің кітабымда оны былай деп оқыған ең бір нем бар. Сандалаған сөзім бар. Себебі бұл жерде тек не тұр, ұшында тағы бір не бар, бірдеңе бар, сызық бар. Бұл белгі беретін ағаш бұл. Екі жақ соғысты, бір торының аяғы көктен келді, жүгіріп баратқан анандай бейнелер бар, ою сияқты. Хабаршы кетті, енді ар жағынан жаңа топ келе жатыр. Ішінде қалпағы биік,
қандай сақтар дейтін? Тік қалпақты тегір ақылда сақтар дейтін осы қалпақ. Ал тік қалпақ дейтін неге келмейсіздер? Мынау 10, сен бастығысың. Қалай білгейміз? Міне бар екен. 10, 100-дің бастығы болса оның қалпақ, одан да? Ол тік қалпақ дейтін сол адамның рангысын білдіреді. Ал одан бері қарай келген кезде ол қалай болды? Дулық аға, бір үкіт аға, екі үкіт аға, үш үкіт аға. Сонда келе жатқан адамның ішінде кім қандай? Еш уақытта түркілік заң бойынша, біздің заңымыз бойынша, кімнің Шыңғысханның жасақ заңы бойынша жоғары лауазымды адамды одан төмен адамды өлтіруге қатысы болмайды. Адам олар бірімен-бірі жекпе-жекте ғана. Ең соңында сол бите-бите келген кезде біздің бейбітшілік сүйгіштігіміз неге жеткізді? Біреу батыр шығады, екінші батыр шығады, жекпе-жек жасайды, жеңілген жақ түгіл мойындайды. Ары қарай қан төгіс болмайды. Сонда қарға бойды қазтуған дейтін мамандар болсаңыздар сіздер бәрінен жақсы білесіздер. 18 күн жалғыз өзі алаң майданда тұрған. Күніне 2 адам, 3 адамның басын кесіп, бас терісімен қанжығасына байлап отырған. Қандай күш, қандай не. Сондай болғаннан кейін осындай ешкімде жоқ. Кең дала ата-бабамыздан бізге дала. Бұны ешкім бізге берген жоқ. Сол мына жерде сол жаңағыдай ұрыстың несі бар. Екінші жылан бар. Жыланның кім екенін білесіздер. Құдықты қорғайтын жылан, алтынды қорғайтын жылан, мекенді қорғайтын жылан. Жыланның киесін өте қатты сыйлағанбыз. Жыланға тиюге болмайды, үстіне ақ құйған кезде ол да өзі сол дәмін татқаннан кейін шығып кетеді. Кимесең кимейді. Біздің осы мына Қаратаудың бойындағы сулардың, бұлақтардың бәрінде сарыөк бар. Бірақ бұл ешкімге тимейді. Ал шақса өлтіретін нәрсе. Сол сияқты кете береді. Енді Қаратау дегеннен кейін өткенде Жәкен маған бір тапсырма беріп еді. Қаратау жөнінде деп. Мына жерде бар екен. Енді қазір жақында бартына қарарсыздар, ол Қаратаудың петроглифтері. Бұл менің түсірген суреттерім. Осы жерде абайлап қарасаңыздар, атты адамдар, ортасында арқарлар. Сондықтан ол аулақ. Қойдың атасы арқар қой. Ешкінің атасы таутеке. Солай ма? Сол екеуінің суреті бізде Қаратасқа салынды. Оның тағы бір ерекшелігі бар. Осы суреттерде мына жерде кішкене жақсырақ көрінеді, артқа қарасаңыздар. Оның қолында балғамен не болған жоқ қой? Тас дәуірінде олардың қолында тас қана болды. Тастан жасаған шоқпар болды. Басқа құрал болғанда темір жоқ, болат жоқ, тағы жоқ. Сонда бұлар қалай салған? Таспен тасты ұрып, таңба түсіреді. Бәдіздеу дейміз. Нүкте-нүктемен салған бұлардың барлығы. Себебі мына қара тастың қаттылығын білесіздер ғой, әлі сақтап тұр. Оның бетіне қазір пышақпен сызсаңыз жазу түсіру қиын. Балтамен соғып, осылардың үстіне бір түскен таңбалары бар, біреулердің шауып қараған. Бірақ сол кездегі бар мүмкіндікті пайдаланып, сол нүктемен өте әдемі қылып берген әрқайсысын. Осы заманда сол салған таутекелердің заманы ол 50-60 миллион жылға ары қарай кетіп барады. Олар жоқ қазір. Қазіргі таутекелердің мүйізі бұралған түйелері бар. Винтообразный дейді. Біздің таутекелер ол қайырылып келеді. Қошқардың, арқардың, таутекенің мүйізі неге қайырылады? Себебі олар жауынан қашқан кезде қандай биіктен болса да секіріп, басымен үстінде домалап кетеді. Соны бірте-бірте көндіріп, анау менің үстірттің шыңдарында сондай биік-биік ұшқалар бар.
10 метр, 20 метр, 30 метрге дейін барады. Содан секіреді арқарлар. Ал ол жерде сосын не істеген біздің шалдар? Аран жасаған. Тастан тұрғызып қояды, үркітіп әкеледі. Ең соңында көмілген, көмілмесе де ашық күйінде қалған шығатын жерінде астында сояу тастар. Соған барақта жарылып, әлгі қандай күні ақ киіп аранға барып ұрынған дейтін. Қашаған сөзін жәтілгі сөзі бар да, сол күйінде. Сондықтан да біз осы мына петроглифтердің барлығын қараған кезде оқи білуіміз керек. Себебі дұрыстап, аңдап қарасаңыздар, онда мінез бар, онда қимыл бар, онда әрекет бар. Енді сіздерге көбі қыздар сияқты ғой. Бірақ енді қазір баяғыда емес, біздің кезімізде өскен қыздар әуелі тоқитын еді, сосын шүйірайтын еді, сосын текемет тасатын еді. Солардың барлығындағы өрнектер көлемдік күйде қаралу керек. Мына жерде біз бері қарай тартамыз. Сонда пирамида шығады. Неге? Осы жалғасып келеді. Бұл өмірдің жалғасы. Пайда болды, өсті, дамыды, қартайды не болса, өліп қалып, бірақ ұрпағы жалғастырды келесі кесте. Әсіресе 100 төру дегенде ол өте жақсы салынған. Бір-бірін қуалай береді. Бір-бірін қуалай береді. Жаңа мына жерде мен қызым айтып жатыр, әлемдік ағаш деп. Ағаш деп аталмайды ол, дарақ деп атады. Дарақ деп атады. Дарақ, марқұм Ақселеу Сейдімбеков алғаш қазақ шежіресінің сол дарақта тұрған суретін салды. Әрбір жапырағы бір мың. Ал сол дарақтың суреті біздің таңда көбінде сол күйінде салынған. Білесіздер, мұсылман заманында жанды нәрсенің суретін салуға тыйым салынды. Сондықтан олардың өрнектері жапырақ, ағаш, тағы сол сияқты болды. Өте әдемі. Сонда да көктеп шықты. Менің немерем айтады қазіргі заманда. Ол ертең өседі, жапырағын жаяды, одан тарайды. Баяғы бір дін, бір тамыр артынан үлкен елге еді. Ол бұйыл оғыз болып атауы мүмкін. 100 жылдан кейін олар өзгере келе, соның ішіндегі бірде қыпшақтар жоғары деңгейге шығады, ол қыпшақ елі болып аталады. Одан кейін бір уақытта Жәнібек пен Керейден білдіңіз ғой, Жәнібек Керейге дейінде қазақ болдық біздер. Мынандай нәрсе. Мен салған суреттердің бәрін құртып қойыпты. Анна Антоновская дейтін Сталиндік сыйлықтың лауреаты болған грузин жазушы бар. Соның 6 томдық кітабы бар. Великий Мауравий деп аталады. Грузияны алғаш мемлекет құрған белгілі қайраткер. Сол Мауравий, сол билікке жеткен кезде Грузияда 3 үлкен беделдік топ болды дейді. Екеуі грузин, біреуі қазақ. 200 жылы Византия императоры Константин Благородный дейтін әрі жаһангер болған, әрі соны жинаған, соны салған картасы бар. Сол картада Қара теңіз бен Азов теңіздің ортасында Казахия дейтін сөз тұр. Латын әріптерімен жазылғанда. Енді оны орыстар орыс әріптерімен жазған кезде ол жоқ. Анау Қара теңіз бен Азов теңіздің ортасында Казахия тұр. Одан бер қарай мына Ставрополь, Астрахан, тағы неді? Гуз дейді. Оғыз ғой. Жайық тұр сол үйінде. Оны орыстар жазады, дейік деп жазады. Анна Антоновская, ол берді. Ал кім Благородный 200 жылдар. Мына сіздер мен естідіңдер ме? Тарихтың атасы кім еді? Геродот дейміз ғой.
Геродоттың атасы Адай. Сол Геродот жазады. Аракс дейтін өзеннің бойында әлемде болған үлкен соғыс болды дейді. Томиристің соғысы. 300 мың әскер парсылар, 300 мың массагеттер, қауамарға сақтар, тағы болар, солар жетті. Сол ана 300 түгел жоқ болып кетті ғой. Оның ішінде Кирдің өзі кетті басымен. Сол соғыс болған жер Араксус деген ана өзінің жазған түп нұсқасында Араксус дейді өзенді. Онымен аралық су деген сөз деп жаздым. Бұл 92 жылдан берген Тумба газетінде жаздым. Енді сол жерде, жақында ғана бір сол ескі карталарды әр жерден қарап olsa, біздің эрамызға дейінгі 4-ші ғасырдағы алғашқы карталардың бірінде Жаңа Дария дейтін сөз. Жаңа үзбойдың несінде Жаңа Дария деп жазылған. Ал ол жөнінде бізге ешкім айтқан жоқ. Бізде ол Сырдария, Бәлен Дария болған кезде ғана бар. Ол себебі Каспийге құйған. Сондықтан картаға түскен. Петр I 1700 жылдары жаңағы Бекович Черкасскийді аттандырып жүргенде сол көземен Иранға неге Үндістанға бара аламыз ба, бара алмаймыз ба? Ескі болғасымен дейді. Сондықтан енді отыра алмай отқандарыңызды көріп тұрмын. Неге таңба дедіңіз, сол таңбада түрікпендерде таңба болмайды деді. Түрікпендерде мола болмайды деді. Сонда сол осы жер түрікпенді дегеніміз кейін сол тасқа қарап қазақтың жаңағы Маңғыстаудың ескерткіштерінің біреуінде жоқ, білем қазақтық екен дейді де, сол қазақ. Себебі қазақша арабтікі болғанмен жазу қазақтікі. Жоқ, қойылымның басындағылардың жазулардан содан білген деп айтады да қазақтың жері екендігі. Жоқ, себебі онда қазақша жазылған түгел. Аналар дәлелдей алмаған деп та түрікпендер, дәлелдей алмаған. Жаңа мына жерде бір әңгіме болып кетті. Адай таңба жөнінде. 1 минут. Адай таңба жөнінде әңгіме болды. Әрине аңыз көп. Астында қаракеттер болуы кезде. Енді сол әліп таңба біз алаш таңба деп атаймыз. Бірінші каналдың алғашқы бетінде көбіне шығады. Бір қаласы. Әліп таңба. Бұл алаш. Алаштан бері қарай келгенде алшын деген уақытта алшынның таңбасы екі сызық. Екі таяқ басып қосылған. Қыпшақтың таңбасы басып қосылмаған екі таяқ. Немесе оны қосалып дейміз. Енді одан бері келген кезде үш сызық. Ол Адай. Бұл нені көрсетеді? Дамудың жалғастығын көрсетеді. Үздіксіздігін көрсетеді. Енді оны ана тұрған үш сызығына қарай, оны біз жебе деп айтамыз. Оны біз аспанға бағытталған Мұрат Аджи дейтін кісі айтады, осы түркілердің тарихы жөнінде өте мықты жобалар айтқан, ұсыныстар айтқан адам. Бұл жаңа жылда не істейміз? Жоқ. Сол шырша сияқты аспанға бағыт алған бол деген сөз. Солай ма? Сендер компьютермен жұмыс істегенде, нелеріңіз көрсетіп тұр қайда баратындарыңыз. Сонда бұның мағынасы өте көп. Ең соңында біз былай айтамыз. Осы. Солай ма? Шайырды өзге тағылысқа қылған, тіпті ет асатын еді де үш таяқпен жасайды. Қазақ. Сонда бұл таңбада өте әріде дейміз. Бұл Адай дейтін Адай таңбаның шыққанына 500 жыл болған жоқ. Егер біз 500-550 жыл дейтін болса, онда адам атаның туғаны Махмуд Қашқари Диван Лұғат Ақ-Түрікті жазған кездегі 1000 жылға жетпейді. Біз сіздерде мысалы сабақ берген кезде мәселе түсінікті қысқартып айтасыздар. Сондықтан шежіреді, престеледі.
мәселе. Ұру атын ашу үшін кемінде 100 болу керек. Оның ішінде көрнекті адамдар болу керек. Мынау кімнің ауылы деген кезде, Жанбибінің ауылы десек, Жанбибінің ұры болып шығады сосын. Бізде енді арасында мысалы тек бірден туғаннан сен ұру басы болсын деп болмайды олай. Сонда біз тарихты жаңағы бас тұрдағы суретті көтерген сияқты көтеріп қарауымыз керек. Не болмаса ары қарай итеріп кеңістік деңгейде қарауымыз керек. Сонда сіздер біраз нәрсені сюжетін көресіздер. Бүкіл тіршіліктің дамуы. Кез келген нәрсенің дамуы тек қана 5 сағаттан тұрады дейді. Туу, өсу, шарықтау, шаршау, сандырау жоқ болу. Мемлекет те солай. Бірақ біздің ырысымыз, біздің осы Орта Азияның біз тұрған жерде болған халықта бірінің орнына келесі толқын келіп отырған. Оғыз келді, шарықтады, жаулап алды, көбейді. Кетіп бара жатқан кезде екінші қыпшақтар келді, ол көбейді. Одан кейін басқа рулар шықты, ол көбейді. Сонымен үздіксіз тұрып келе жатқан жеріміз осы. Сіздердің дендеріңізге саулық, балаларыңыздың келесі президент болуына